Менің ағам Көргелеев Руслан Турсункулович 1985 жылы туылған. Менің ағам Шу қаласында орналасқан Химпат заводында құрылыс жұмыстарын жасаған. Айлық ақшасын Шу қаласында алу мақсатында барған болатын. Сол барған жердің УБЕН қызметкерлері есірткі затын мойындату мақсатында психикалық, физикалық питық жасаған. Қабырғасын ұрып, соғып, сындырып, көп жерлеріне дене жарақаттарын салып, зебетпен сотталасын деп өз қызметкерлерін пайдаға асыра отырып жала жапқан. Осы істің заңсыздығына менің ағам көп жерлерге арызданған болатын, бірақ ешқандай нәтиже болмаған. Және ағамның азаматтық құқығын бұзып, питка жасаған. Құрметті халқым, сіздерден сұранамын, нақты өз пікірлеріңізді. Сот Анарбаев ауыр қатаң жағдайға 9 жылға жаза тағайындаған. Құрметті Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлы, адал шешім шығаруыңызды сұранамын. Ешқайсысын ойламай, өйткені оларға қатысым жоқ, мені өткізу мақсат болмаған, мені дайындау мақсат болмаған, одан кейін распространение сату деген мақсат болмаған, өйткені ондайлардың бәрі дәлелденбеген. Просто ірі мөлшерде істегендері, ол сотрудниктердің өздері көбейтіп жіберді, ірі мөлшер болып отыр. Өте ешқандай ірі мөлшер анашар болмаған, кішкентай болған. Қолында ғана болған мынандай. Яғни анау жиналған есірткі заттар менікі емес дейсіз ғой? Біз екеумізге де маған да ешқайсымызға тиесілі емес ол. Оны біз жиналағанбыз. Ол просто бізді мойындату мақсатында қорқытып, ұрып, қабырғаны сындырып, денені жарақат істетіп, мойындатып соған мәжбүрлік істеткен, мойындаған содан кейін сотқа барғанда өзің шешіп аласың деген бақыл беріп, мен соған бәрін көріп, сыналғысы өтеп отырмын осыған. Бірақ мен болған осы сотта мен негізі өзім шынара қарсым, потому что районный сот қарау керек. Қандай жаза қолданып сұрайсыз өзіңізге? Жаза өзім істеген айыбым шеккеніне бола 296 баптың жағдайларға және құқықтық нормаларына сай келмейтіндігін көрсетеді. Құрметті сот, қорғау тарабы мынандай маңызды мән-жайларға назар аударуды сұрайды. Яғни біріншіден сотталушы тергеу барысында берген айғақтардың ерікті түрде емес, полиция қызметкерлерінің заңсыз күш қолдануымен, яғни ұрып соғып және психологиялық қысым көрсету арқылы берген. Бұл жағдай сот тергеу барысында нақты айтылды. Сотталушы қылмысты өз еркімен мойындамағанын, қысымнан кейін ғана мәжбүрлі түрде мойындауына мәжбүр болған. Ресми бабына сәйкес азаптаудың немесе қысым көрсетудің нәтижесінде алынған қандай да бір айғақ зат дәлел ретінде жол берілмейтін дәлелдеме болып табылады және мұндай дәлелдемелермен сот әділетті шешім шығара алмайды. Екіншіден, қорғау тарапы сараптаманың заңсыз жүргізілгеніне назар аударады. Сараптама барысында алынған заттар нақты бөлінбей, яғни есірткілік әсері жоқ бөліктер сабағы, бұтағы ажыратылмаған күйінде сарапталған. Бұл сараптама нәтижесін бұрмалайды және заң бойынша нақты есірткілік бөлігі анықталмайынша аса ірі мөлшер туралы тұжырым жасау заңсыз болып табылады. Үшіншіден, соттарда тікелей дәлелдемелердің, мысалы, куәгерлердің түсініктемесі, заңды тінту хаттамасы, бақылау сатып алу тағы басқа болмауы қылмыс құрамының толық дәлелдемегенін көрсетеді. Құрметті сот, кінә заңсыз жолмен алынған айғақтарды ғана сүйенсе, онда бұл жағдайда кінәні мойындауға негіз жоқ. Тергеудің заң талаптарын дәлелдемелермен сот әділетті шешім шығара алмайды. Екіншіден, қорғау тарапы сараптаманың заңсыз жүргізілгеніне назар аударады. Сараптама барысында алынған заттар нақты бөлінбей, яғни есірткілік әсері жоқ бөліктер сабағы, бұтағы ажыратылмаған күйінде сарапталған. Бұл сараптама нәтижесін бұрмалайды және заң бойынша нақты есірткілік бөлігі анықталмайынша аса ірі мөлшер туралы тұжырым жасау заңсыз болып табылады. Үшіншіден, сотталушының кінәсін дәлелдейтін басқа да тікелей дәлелдемелердің, мысалы, куәгерлердің түсініктемесі, заңды тінту хаттамасы, бақылау сатып алу тағы басқа болмауы қылмыс құрамының толық дәлелдемегенін көрсетеді. Құрметті сот, егер кінә заңсыз жолмен алынған айғақтарды ғана сүйенсе, онда бұл жағдайда кінәні мойындауға негіз жоқ. Тергеудің заң талаптарын өрескел бұзуы істі қайта қарауға немесе дәлелдердің жарамсыз танылуына негіз болады. Осы айтылғандардың негізінде, құрметті сот, Қазақстан Республикасы қылмыстық процессуалдық кодексінің 24 бабына, 113 бабына және 114
216 бабына сәйкес қорғау тарапы сізден тергеу барысында алынған айғақтарды жарамсыз дәлелдеп тануыңызды, сараптамалық қорытындылардың заңсыздығына байланысты қайта сараптама тағайындалуын, айыпталушыға қатысты ақтау үкімін шығаруыңызды сұраймын. Иә, Ахмет. Мен söylеген себебі көрегелек тұрсаным мамасымын. Шу қаласыға барып жұмыс істеген. Енді ол қайтадан барып ақшамды аламын деп барды. Барғаннан кейін ол жерде полициялар бұны ұстап, әбден ұрып, бастарын жарып, аяқтарынан аяқ қоймаған. Тізесін тізе қоймаған. Ұрып дабдаласын шығарған бұны. 5 баласы бар бұның. Үйі жоқ, жайы жоқ, көшеде жүр балдары. Қасымда шал, инвалид, өзім аурумын. Ешнәрсеге жарамаймын. Әділдік кәні. Менің балам Шу қаласында жұмыс істеген. Ақшасын алам деп барса, зорлық зомбылық білен полиция қызметкерлері алып, ұстап қамап қойды. Есірткі затын қолдандың деп, ұстап қамап қойды.